Қайырлы күн достар, бүгін пісіруді қажет етпейтін, өте дәмді болып шығатын бананды десерттің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте көп ингредиенттерді қажет етпейді. Жасалу жолы өте оңай. Бізге ең алдымен 2 банан және де кез келген печенье қажет. Печеньемізді оқтаудың көмегімен немесе блендердің көмегімен жақсылап үгітіп аламыз. Және де 2 бананымызды сыртын ашып, ыдысымызға салып, шанышқының көмегімен жақсылап езетін боламыз. Және де үгітілген печеньемізді аз-аздан үстіне салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Қосымша үстіне 1 қасық қант ұнтағын салатын боламыз, және де қалған печеньенің үгінділерін саламыз, және де үстіне сары майымызды ерітіп қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Алдын ала шоколадымызды ертіп аламыз, және де дәндерімізді ұсақтап турап, шоколадымыздың үстіне қосатын боламыз. Егер де сіздердің шоколадтарыңыз қою болатын болса, оның үстіне кішкене ғана сұйық май қосып жіберсеңіздер болады. Егер де сіздерде шоколад болмаса, оның орнына какаоны, кокосовая стружканы пайдаланып қоссаңыздар болады. Міне біздің десерттеріміз дайын болған десерттерімізді тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Көп ингредиенттерді қажет етпейді. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Оразкүл, менімен бірге болғандарың үшін рахмет.